Ішкі істер министрлігінің және Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ведомство аралық жедел тергеу тобы бақ өкілдеріне шабуылдар ұйымдастыру дерегі бойынша қылмыстық істі тергеуді жалғастыруда. Ұсталған Токарев өзінің кінәсін мойындады және тергеуге көмектесуге келісті. Оған басқа шетел азаматтары Литвиновтың, Шаповаловтың, Демченко мен Малышоктың белсенді көмек көрсеткені анықталды. Токаревтің өзі ұйымдастырушы және үйлестіруші ретінде топтың басқа қатысушылары Литвинов, Шаповалов және Демченко рекрутерлер ролін атқарып, Қазақстан азаматтары арасынан арандатуды тікелей іске асырушыларды, яғни қабандар деп аталатын орындаушыларды іздеумен және қылмыстық әрекетке тартумен айналысқан. Сондай-ақ олар жәбірленушілерге қатысты, соның ішінде ашық ақпараттық дерек көздерден мәліметтерді жинаған, мемлекеттік ақпараттық деректерге рұқсаты бар тұлғаларды іздестірген. Токаревпен бірге арандатуларды іске асыру жолдарын әзірлеген. Малышок хакерлік бағытқа жауапты болып, Орда және ел медиа сайттарына DDoS шабуылдарын өзі ұйымдастырған, Ұлыс медиа редакциясының сайтын бұзған. Қазіргі таңда бас прокуратурамен бірге Токаревтің сыбайластарын халықаралық іздеуге жариялау мәселесі пысықталуда. Бастамашыларды анықтау бойынша жұмыстар жалғасуда, нәтижелері қосымша хабарланатын болады.